Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні бойынша арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымов Досхан Жанболатовичтің есеп және аудит мамандықтарының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қаржылық талдаудың негіздері. Мақсаты білімділік кәсіпорынның қаржылық талдаудың негіздерін білу, дамытушылық кәсіпорынның қаржылық талдаудың басты бағыттарын үйрену, тәрбиелік болашақ маман ретінде кез келген ұйымның қаржылық талдаудың негізгі құралдарын қолдана білу. Қаржылық талдау шаруашылық субъектісінің өндірістік, шаруашылық, сауда-саттық және тағы басқа қызметтерінің құрамдас бөлігі болып табылады. Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық қызметін талдау негізгі екі бөлімнен тұрады. Біріншісі қаржылық талдау, екіншісі өндірістік басқарушылық талдау. Олардың бір-бірінен айырмашылығы: қаржылық талдауды жүзеге асыру арқылы алынған нәтижелер ақпаратты сырттан қолданушыларға арналған. Екіншісі бұл қаржылық талдау, басқарушылық талдауда кәсіпорынның нарықтағы орны, шығын көлемі, құрылымы анықталады және оның нәтижелері кәсіпорын ішінде ғана қолданылатын құпия мәлімет болып табылады. Сыртқы қаржылық талдаудың ерекшеліктеріне мыналар жатады: талдау субъектілерінің саны көп, талдау субъектілерінің мақсаттары мен мүдделері әртүрлі, талдау жүргізудің, бухгалтерлік есепті жүргізудің стандарттары мен әдістемелері бір мемлекеттің көлемінде біркелкі болуы керек, қаржылық талдаудың нәтижелері міндетті түрде жариялы болу керек, қаржылық талдаудың міндеттері шектеулі, кәсіпорынның қызметі туралы талдаудың нәтижелері барынша транспарентті, ашық немесе қолжетімді болуы керек. Қаржылық талдаудың келесідей сатылары болады, немесе мазмұны мынандай: пайданың абсолютті көрсеткіштерін талдау, рентабельділіктің салыстырмалы көрсеткіштерін талдау, кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау, кәсіпорынның нарықтағы тұрақтылығын талдау, кәсіпорын балансының өтімділігін талдау, кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау, сырттан тартылған қарыз қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін талдау, кәсіпорынның қаржылық жағдайына экономикалық диагностика жасау және эмитенттерге рейтингтік тұрғыдан баға беру. Қаржылық талдаудың мақсаты кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы, пайдасы мен шығындары туралы, активтер мен пассивтерінің құрамындағы өзгерістері туралы, дебиторлар және кредиторлармен есептесудің жағдайы туралы шынайы және дәл мәлімет беретін, ақпараттық сыйымдылығы жоғары, аздаған көрсеткіштердің жиынтығын анықтау. Қаржылық талдаудың мақсатына жету үшін бірқатар бір-бірімен тығыз байланысты аналитикалық міндеттерді шешу қажет. Аналитикалық міндет дегеніміз қаржылық талдаудың мақсатын талдаудың ұйымдық, ақпараттық, техникалық және әдістемелік мүмкіндіктерін пайдалана отырып нақтылау. Қаржылық талдаудың сапасы сол талдауды жүргізуге қажетті мәліметтердің сапасына тікелей тәуелді. Талдауды жүзеге асырған кезде қаржылық есеп құжаттарында көрсетілген мәліметтерді аналитикалық тұрғыдан оқу қажет. Аналитикалық тұрғыдан оқудың негізгі қағидасы дедукция әдісі болып табылады. Дедукция әдісі бірнеше рет қайталанып пайдаланылады. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдау кезінде міндетті түрде анықталуы тиіс мәселелерге мыналар жатады. Біріншісі, әрбір көрсеткіштің алдыңғы өткен мерзімдегі көрсеткіштермен салыстырғандағы өзгеру динамикасы. Екіншісі, әрбір көрсеткіштің құрылымындағы өзгерістерді анықтау. Үшіншісі, алдыңғы өткен мерзімдегі көрсеткіштердің динамикасын анықтай келіп, болашаққа болжам жасауға талпыныс жасау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның қаражаттарының орналасуы мен пайдаланылуына байланысты актив және сол қаражаттардың құрылу көздеріне байланысты пассив болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын анықтаушы негізгі факторлар: кәсіпорынның қаржылық жоспарын орындау мүмкіндігі, меншікті айналым капиталының пайданың есебінен толығу мүмкіндігі, айналым қаражаттарының айналым жылдамдығы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын анықтаушы негізгі көрсеткіштерге оның төлем қабілеттілігі жатады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының құрылымы мен динамикасын анықтау үшін салыстырмалы аналитикалық балансын құру қажет. Бұл балансты құру үшін кәсіпорынның бухгалтерлік балансындағы көрсеткіштерге осы көрсеткіштердің өзгеру қарқынын, құрылымын, динамикасын қоса отырып, жаңа аналитикалық құжат жасалады. Үйге тапсырма: салыстырмалы аналитикалық баланстың міндетті көрсеткіштерін жазу.